Сәлеметсіз, есімім Арыстанбеков Артур. Бұл Қазақстан тарих пәні бойынша бірінші СРС. Тобым сағат 3-тен 4-ке дейін. Ең бірінші сұрақ түрік қағанатының құрылуы. 6 ғасырдың басында Қазақстан жерінде көптеген тарихи күрделі өзгерістер орын алып, Алтай, Сібір, Моңғолия жеріндегі түрік тайпалары бірге отырып, түрік феодалдық мемлекетін құрды. Жалпы түрік қағанатының территориясына келетін болсақ, ол солтүстік Моңғолиядан бастап шығыс Еуропаға дейін созылды. Қоныс өрісі Амударияның жоғарғы ағысына дейін барды. Алғашқы түріктер туралы деректер сол түріктердің тілінде жазылған 7-8 ғасырларға тән Орхон Енисей жазбаларында жазылды. Ал алғаш рет түрік атауы 542 жылы Қытай деректерінде кездеседі. Яғни қытайлықтар оларды шүннулардың, яғни ғұндардың ұрпақтары деп атаған. Түріктер 546 жылы Алтайды мекендеген Теле, Терек тайпаларын басып алып, олардың 50 000 әскерін өз армиясының қатарына қосты. Бірақ ол тұста түрік мемлекеті аварларға бағынышты еді. Сөйтіп 552 жылы көктемде түріктердің билеушісі Бумын Қаған аварларға соғыс ашып, тасталқан етіп жеңіп, сол кездегі қуатты түрік қағанатын құрды. Түрік ордасының алғашқы қағаны, яғни Бумын Қаған болды. Бірақ ол 553 жылы қаза табады. Сөйтіп, оның орнына оның баласы Мұқан Қаған келді. Мұқан Қаған 553-578 жылдар аралығында билік етті. Ол тұста түрік қағанаты Орта Азияда саяси үстемдікке ие болды. Түріктер құрамында жалпы Оғыз, Қарлұқ, Қырғыз, Қаңлы, Түргеш, Ұйғыр секілді түрік тайпалары көп болды. Олар шығыстан батысқа қарай жылжып, сол тұстағы Үйсін Қаңлы тайпаларымен бірігіп, соларды өздеріне сіңістіріп алды. Кейін түріктер Орта Азия жаулағаннан кейін Жерорта теңізіне баратын жібек жолына иелік етуге тырысады. Сөйтіп, Иранға қарсы Византиямен одақтасады. 571 жылы түріктердің әскери қолбасшысы Иштеми солтүстік Кавказды басып алды. Керчь шығанағына Босфорға, яғни Босфорға дейін жетіп, 576 жылы Қырым жеріне енеді. Бірақ Иштеми өлгеннен кейін қағанат ішінде билік үшін қырқыс басталады. Сөйтіп, 588 жылы Герат түбіндегі шайқаста түріктер Ираннан жеңіліс табады. 590 жылы Византия Босфорды өзіне қайтып басып алып, 581-618 жылдар аралығындағы қытайлардың түріктерге солтүстік түрік қағанатына шабуылы оларды түбегейлі әлсіретіп тастады. Сөйтіп, саяси күйзелістің кесірінен 603 жылы қағанат екіге, яғни шығыс және батыс түрік қағанаты болып екіге бөлініп кетеді. Осылайша түрік қағанаты екіге бөлінді, батыс және шығыс түрік қағанаты болып. Батыс түрік қағанаты 603-704 жылдар аралығында өмір сүрді. Олардың астанасы Суяб қаласы, ал жазғы қаласы Мыңбұлақта болды. Батыс түрік қағанаты қазіргі қаңлылар жерін, қазіргі Үйсін жерін жайлап, Қаратаудың шығыс баурайынан Жоңғарияға дейінгі жерлерді алып жатты. Сонымен қатар, ол шығыс түрік қағанатының шығыс Түркістан және Орта Азияның Самарқанд, Бұқара, тағы да басқа қалаларын басып алып, сол қалаларда билік етті. Батыс түрік қағанатының ең жоғарғы басшысы ол Қаған болды. Ал Ябу, Шат және Елтеберлер Қағанның туысқандары болды. Ал қарапайым халықты Қара Бұдындар деп атады. Батыс түрік қағанаты Жигуй Қаған, Түн, Жабғу Қаған тұстарында өте күш қуаты арта түсіп, қуатты мемлекеттердің біріне айналды. Алайда 7 ғасырдың ортасына қарай 640-657 жылдар аралығында созылған ішкі талас тартыс, тайпалар арасындағы соғыс батыс түрік қағанатын әлсіретті. Сөйтіп, осы сәтті пайдаланып, Таң империясы Жетісуды басып алып, сонда өз адамын отырғызады. Бірақ Таң империясымен арасында кескілескен шайқастың әсерінен батыс түрік қағанаты әлсіреп, түргештер күшейіп, батыс түрік қағанатын басып алды.
Келесі бізде шығыс түрік қағанаты. Шығыс түрік қағанаты 682-744 жылдар аралығында өмір сүрді. Шығыс түрік қағанаты алғашында қытайларға тәуелді болған болатын. Кейін қытайлармен кескілескен шайқаста жеңіп шығып өздерінің тәуелсіздігін алды. Шығыс түркі қағанаты Қытаймен Шығыс түркі қағанатының алғашқы қағаны Құтлық болды. Одан кейінгі қапаған қағандардың тұсында қағанат қуатты мемлекетке айналды. Шығыс түрік қағанаты Қазақстан, Орталық Азия, Шығыс Түркістан, Оңтүстік Сібір жерлерін алып жатты. Білге қаған мен Күлтегін мемлекетті одан әрі дәуірлетіп, Қытаймен тиімді шарттарға қол жеткізді. Даңқты қолбасшы Тонкөк түркі халқының жауынгерлік даңқын асқақтатты. Ал Білге қағаннан кейін 741 жылдан қағанат әлсіреп ыдырай бастады. Келесі ол бізде түргештер. Түргештер 704-756 жылдар аралығында өмір сүрді. Олардың негізгі территориясы Орта Азияның оңтүстік шығысындағы Шаш қаласы мен Шығыс Түркістандағы Бесбалық, Турфан қалаларының аралығын алып жатты. Алғашында түргештер Тянь-Шань таулы аймағында өмір сүріп, 7 ғасырда Батыс түрік қағанатының сол қанатына келіп қосылады. Негізгі тайпалары екеу болды, олар сары түргеш және қара түргештер. Үшлік қаған тайпаларды бөліп, біреуінің астанасын Суяб, ал екінші бөлігінің астанасын Күңгірт қаласы етіп қойды. 706 жылы Үшлік қаған қайтыс болып, оның орнына баласы Сақал қаған келеді. Сақал қаған 706-711 жылдар аралығында билік етті. Сақал қаған тұсында елде саяси, яғни ішкі алау соғыстар көбейіп, мемлекет әлсірей түседі. Сөйтіп, осы соғыстардың әсерінен соғысты Сұлу қаған жеңіп шығады. Сұлу қаған 715-738 жылдар аралығында билік етті. Сұлу қаған мемлекеттің ішкі мәселелерін шешіп, бар күшін арабтарға қарсы жұмылдыруға тырысады. Сөйтіп, 720 жылы түргештер қарлықтармен бірігіп, арабтарға қарсы күйрете соққы береді. Алайда арабтар 738 жылы түргештерді ығыстырып, Бұхара қаласын басып алады. 737 жылы Сұлу қаған барлық әскерін жинап, арабтарға қарсы жорыққа шығады. Алайда ол жорықта сәтсіз аяқталып, қайтып бара жатқан жолда өзінің қолбасшыларының бірінің қолынан қаза табады. Сұлу қағаннан кейін оның орнына билікке баласы Тұқарсан Құтчар билікке келеді. Алайда оның да тұсында мемлекет әлсіреп, 20 жылға жуық сары түргештер мен қара түргештер арасындағы билікке талас басталады. Осы алауыздық кезінде Жетісуға Алтайдан қарлық тайпалар көшіп келіп қоныстана бастайды. Түргештер қарлықтарға лайықты қарсылық көрсете алмады. Осы жағдайды пайдаланған Қытай империясының Шығыс Түркістандағы билеуші 748 жылы Суяб қаласын басып алып, сондағы Шаш қаласының билеушісін жазаға тартады. Сөйтіп, 751 жылы Тараз жанында Атлақ түбінде Зият ибн Салық бастаған араб әскері Гао Сянжи басқарған Қытай әскерлері арасында 5 күнге созылған кескілескен шайқас болады. Соңында қарлықтар шешуші сәтте арабтардың жағына өтіп, қытайларға ойсырата соққы береді. Алайда түргеш қағанаты әлсіреп, 756 жылы қарлық тайпалардың қысымына шыдамай біржолата құлайды. Келесі ол бізде Қарлық қағанаты. Қарлық қағанаты 756-940 жылдар аралығында өмір сүрді. Қарлықтар туралы алғашқы деректер 5 ғасырда олардың терек тайпалардың құрамында болғандығы туралы айтылады. Қарлық туралы алғашқы деректер Суй әулетінің тарихында, яғни 518-618 жылдар аралығында кездеседі. Онда қарлықтар өздерінің басты ру атаулары, яғни бұлақ деп аталған. Қарлық тайпаларының әуелгі орналасқан аймағы Батыс Алтай мен Тарбағатай жерлері болатын.
жетінші ғасырдың орта кезінде қарлұқ бірлестігінің құрамында ірі үш тайпа болды: бұлақ, шігіл, ташлық. Әмудариядан бастап Қытайға дейінгі өмір сүрген қарлұқтарды шігіл деп атаған. Олардың біразы таласқа жақын жерде шігіл деп аталатын қалада тұрған. Ал Шу аңғарында тұрған қарлұқ қоныстарының орталығы Баласағұн қаласы болатын. Қарлұқтардың біраз тобы 10 ғасырда Іле аңғарында Ыстықкөл мен Балқаш көлдерінің аралығында көшіп қонып жүрген. Қарлұқтардың көсемін Жабғу деп атаған. Олардың астанасы Қойлық қаласы болды. 9 ғасырдың аяғында қарлұқтардың жағдайы біршама нашарлады. Себебі Орта Азиядан самониттер әулеті мен арабтар шабуыл жиіледі. Сөйтіп, самониттер мен қарлұқ қағандығының арасында ұзақ жылдарға созылған кескілескен шайқастар басталады. 890 жылы Тараз қаласында самониттердің тегеурінді шапқыншылығы жасалды. Самониттер Испиджаб, Тараз қалаларын басып алып, өз ықпалын күшейтіп, ислам дінін тарата бастады. Осы жағдайды пайдаланған Қашқар жеріндегі түркітілдес тайпалар 940 жылы Баласағұн, Испиджаб қалаларын басып алады да қарлұқ мемлекетін құлатып, Шу аңғарында Қарахандар әулетінің үстемдігі орнайды. Келесі бізде Оғыз мемлекеті. Қарлұқ қағанатының солтүстік-батыс жағында Сырдарияның орта және төменгі ағыстарында мекен еткен, яғни Қазақстанның батыс далаларында 9-10 ғасырларда мекен еткен Оғыз мемлекеті құрылды. Әгілгі Қашқаридің Диуани Лұғат ат-Түрк кітабында Оғыз мемлекеті Қыпшақ, Қырғыз, Оғыз, Иғма, Чігіл сияқты тайпалармен бірге өмір сүргендігі туралы жазылған. Яғни бұл Оғыз мемлекетінің Жетісуда пайда болғандығына айдан анық дәлел. Осыған алайда 7 ғасырда Оғыз тайпасы қарлұқтардың күшеюі әсерінен Сырдарияның ортаңғы төменгі ағыстарына қарай ауа бастайды. Сөйтіп 9 ғасырда Оғыз тайпаларының басшылары бірге отырып Оғыз мемлекеті құрылады. Қашқаридің деректеріне сүйенетін болсақ, Оғыз мемлекетінде 22 немесе кейбір деректерінде 24 тайпа болғандығы жазылған. 10 ғасырда Оғыз мемлекеттерінің астанасы Яңгекент, яғни Жаңа Грузия болып бекітіледі. Оғыз мемлекетінің басшысы Жабғу атағы берілді. Ал олардың қолбасшысы Шүбашы деп аталды. 10 ғасырдың аяғы мен 11 ғасырдың басында Оғыз мемлекетінде өмір сүрген тайпалар Оғыз жабғуына алым-салық төлеп отыруға тиіс болды. 10 ғасырдың аяғында Оғыздар 965 жылы Киев князімен бірігіп хазарлармен, ал 865 жылы Владимир князімен бірігіп Еділ Кама бойындағы бұлғарларды талқандады. Оғыздардың жер үшін жүргізген ұрыстарының әсерінен олардың саяси беделі арта түсті. Бірақ алайда алым-салықтың көптігі, тоқтамай үздіксіз соғыстың болуы Оғыз мемлекетінің ішіндегі тайпалардың наразылығын арттыра түсті. Сөйтіп, осы кезде Жент қаласының маңына келіп қоныстанған селжұқтар Оғыз жабғуына қарсы көтерілген тайпалармен бірігіп Жент қаласын басып алады. Бірақ алайда көп ұзамай ел басына Әлиханның мұрагері Шахмәлік келіп мемлекетті едәуір күшейтті. 1041 жылы Хорезмді жаулап алады. Бірақ Шахмәлік көп ұзамай Оғыздарға қарсы қайта көтерілген селжұқтармен соғыс арасында
жарақат алып қаза табады. Сөйтіп селжұқтармен жүргізілген көп жылға созылған соғыс оғыздарды қатты әсер етеді. Сөйтіп 11 ғасырдың екінші жартысында күшейе бастаған қыпшақтар оғыздарды Сырдария арал бойына біржолата ығыстырды. Оғыздардың бір бөлігі Еуропаның шығысына, Кіші Азияға жылжыса, кейбір бөліктері Қарахан мемлекетінің құрамына бірігіп кетті. Келесі ол бізде ұйғыр қағанаты. Ұйғыр қағанаты, яғни құрылуы 8 ғасырдың ортасында шығыс түрік қағанаты әлсірегеннен кейін ұйғыр қағанаты қарлұқтармен бірігіп шығыс түрік қағанатын басып алады. Сөйтіп 744 жылы Моңғолия жерінде ұйғыр қағанаты құрылады. Ұйғыр қағанатының астанасы Орда-Балық қаласы болды. Жер аумағына келетін болсақ, солтүстігінде Байкал көліне дейін, Гоби шөліне дейін, оңтүстігінде батыста Алтай Тарбағатайға дейін, ал шығыста Ханган тауларына дейін созылып жатты. Саяси тарихына келетін болсақ, алғашқы қағаны Құтлық Білге Күл қаған болды. 750-780 жылдар аралығында ұйғыр қағанаты ең қуатты кезең бастан өткізген болатын. Олар Қытайдағы Тан империясымен тығыз қарым-қатынаста болды. Яғни бірнеше рет Тан империясының құрамында тайпалардың көтерілісін басуға көмектесті. Бірақ 9 ғасырда ішкі алауыздықтың әсерінен бірнеше жылға дейін созылған билікке таластың әсерінен ұйғыр қағанаты әлсірейді. Сөйтіп 840 жылы Енисей қырғыздары ұйғыр қағанатын талқандап мемлекетті жойып жібереді. Қоғамдық құрылысына келетін болсақ, жоғары билік қағанның қолында болды. Ірі әскер басқалар мен шенеуніктер ел басқаруға қатысты. Ал халықтың негізгі бөлігі малшылар мен егіншілер болды. Шаруашылығына келетін болсақ, негізінен мал шаруашылығымен айналысты. Қой, жылқы, түйе, ірі қараларды көп өсірді. Іле, Архон, Шеленга өзен аңғарларында егіншілік дамыды. Ұйғырлар қала мәдениетін өркендетіп, саудамен айналысты. Жібек жолы арқылы Қытаймен, Орта Азиямен, таяу шығыспен байланысқа шығып отырды. Келесі ол бізде Қарахан мемлекеті. Қарахан мемлекеті 10 ғасырдың ортасында оңтүстік шығыс Қазақстан, шығыс Түркістан жерінде пайда болды. Орталығы Баласағұн қаласы болатын. Кейіннен мемлекеттің батыстағы шекарасы Орта Азияның көптеген жерін қамтыды. Алғашқы қағаны болып Сатық-Бұғра хан болып саналады. Сатық-Бұғра хан 915-955 жылдар аралығында билік етті. Ол Білге Қарлұқ қағанатының қағаны Білге Қадыр ханның немересі болып саналады. Сатық-Бұғра хан саманилердің қолдауымен өзінің ағасы Оғылшаққа қарсы шығып, Қашқар мен Таразды өзіне бағындырды. Кейін 942 жылы Баласағұн билеушісін құлатып, өзін ұлы қағанмын деп жариялады. Осы кезден бастап Қарахандар мемлекетінің тарихы басталады. Сатық өлген соң билік оның баласы Мұсаға көшті. 960 жылы қағанаттың мемлекеттік діні ислам діні деп қабылдады. Қарахан мемлекетінің астанасы Қашқар қаласы болып өзгерді. Сатықтың екінші баласы Сүлеймен Ілек Баласағұнды иеленді. Кейін бұл өңірді оның баласы Хасан Боғра хан мұра етіп алды. Оның екінші жерінің еншісі Қашқар болды. Сонымен қатар ол Тараз бен Баласағұнның да билеушісі болып есептелді. Яғни Әли Арсланға осы жерлерді берді. Қарахан мемлекетінің саяси тарихы ол өмір сүрген алғашқы ондаған жылдың өзінде ықпалды әрі күшті екі әулеттің Әли Арслан мен Хасан Боғра ханның ұрпақтары арасында болды. Алғашында Әлилердің ұрпағының ықпалы күштірек болды, ал кейіннен Хасан ұрпақтарына көшті. 10 ғасырдың 80 жылдарында Орта Азиядағы күшті мемлекет саманилер өз ішіндегі әлеуметтік қайшылықтар мен феодалдық талас-тартыстардың кесірінен әлсірей түсті. Осы сәтті пайдаланып
Хасан Боғра хан 990 жылы Испиджабты, 92 жылы Бұхараны басып алды. Ал сол жылы оның баласы Жүсіп Қадыр Қотан қаласын басып алды. Ал Хасанның немере інісі Қарахан билеушісі Әли Арсланның баласы Насыр Орта Азиядағы саманилерге қарсы жорыққа шығып оларды күйрете жеңді. Қарахан хандығы қиян-кескі ұрыстардың әсерінен арқасында 1004-1005 жылдар аралығында Мәуереннахр жерін толығымен өз иелігіне қаратты. Осыдан кейін Қарахан мемлекеті 11 ғасырдың 30 жылдарында екіге бөлініп кетті, яғни шығыс және батыс Қарахан болып. Шығыс хандық Қарахандық мемлекеттің негізгі бөлігі болып саналды. Сондықтан оның ханы дәстүр бойынша жоғарғы ұлы хан болып есептелген. Алайда олар жиі бірлік болмай жиі жеке бөлініп кетіп отырған. 1056 жылы Қадырханның ұлы Инал тегін өкімет мұралығы жолында күресте інісі Сүлейменнің иелігін басып алады, бірақ ол уақыт өте у беріп өлтіріледі. Сөйтіп 15 жыл бойы Қадырханның балалары Юсуф, Тоғрул мен Боғра хан Харун басқарды. Олардың тұсында Ферғана шығыс қағанатқа күшпен қосылады, ал екі қағанат арасында шекара Сырдарияны бойлай өтеді. Тоғрул қайтыс болғаннан кейін оның елшілігі Боғра Харунның Қашқар, Баласағұн мен Хотан қожалығының қол астына өтеді. Қарахан мемлекетінің әлсіреуін пайдаланып 1089 жылы Селжұқ сұлтаны Мәлік-Шах Самарқандты басып алады. Сөйтіп Боғра хан Мәлік-Шахтың кіріптар вассалына айналады. Боғра хан өлген соң көп ұзамай Мәуереннахрға Баласағұн мен таластың иесі Қадыр хан келіп Мәуереннахрға шексіз билік жүргізеді. Бірақ бұл кезде Қарахан әулетінің саяси құлдырауының белгісі біліне бастаған еді. Сөйтіп 12 ғасырдың ортасында қаптаған Қарақытай Жетісу мен Баласағұнды, сосын шығыс Қарахандықтың қалған иеліктерін түгел басып алады. Сөйтіп құдіретті Қарахан мемлекеті 12 ғасырдың ортасында өзінің өмір сүруін тоқтатады. Келесі ол бізде Қарақытайлар. Қарақытайлар 1128-1213 жылдар аралығында өмір сүрді. Қарақытайлар Қытай деректерінде қидандар деп аталған. Олар көшпелі тайпа болған. Олар алғашында солтүстік Қытайда Лао империясын құрған, яғни 907-1125 жылдар аралығында Лао империясын құрған. Бірақ та 1125 жылы Лао империясын Цин империясы талқандап, мемлекет құлады. Қидандардың бір бөлігі батысқа қарай Жетісу мен Орта Азияға көшіп жаңа мемлекет құрды. 1128 жылы Елуйдашы бастаған қидандар Жетісуды басып алып, Қарақытай мемлекетін орнатты. Астанасы Баласағұн қаласы болды. Жер аумағына келетін болсақ, шығыста Жетісу, Іле, Шу, Талас өңірі, батысында Әмудария мен Сырдария бойына дейін жетті. Ал оңтүстікте Ферғана, Мәуереннахр жерлерін де билік етсе, солтүстігі Енисейге дейін созылды. Қарақытай мемлекеті орталық Азиядағы аса ірі державалардың біріне айналды. Саяси тарихына келетін болсақ, мемлекеттің негізін қалаушы Елуйдашы 1128-1143 жылдар аралығында билік етті. Ол әскерін күшейтіп, Орта Азиядағы саяси күшке айналды. 1141 жылы Самарқанд маңындағы Қатуан шайқасында Қарақытайлар Селжұқ сұлтаны Санжарды жеңіп, Мәуереннахр жеріндегі билігін одан әрі нығайта түсті. Қарақытайлар Орта Азиядағы мұсылман мемлекеттерінен алым-салық алып отырды. Кейінгі билеушілері Елу-Жулху, Елу-Джилгу болды. Мемлекеттік құрылымына келетін болсақ, мемлекет басшысы Гурхан деп аталды. Әкімшілік жүйе шығыс дәстүрінде болды. Бірақ жергілікті халықтар бұрынғы өз дәстүрін сақтап қалды. Қарақытай мемлекеті көшпелі әскери негізде
негізде құрылғанмен отырықшы аймақтарды басқарды. Келесі ол бізде Қимақ қағанаты. Батыс түрік қағанатының ыдырауының әсерінен Қазақстан жерінде бірнеше мемлекеттік бірлестіктер құрылды. Жетісуда Қарлық мемлекеті, Сыр бойы мен Арал өңірінде Оғыз державасы, ал солтүстік, шығыс және орталық Қазақстанда Қимақ қағанаты қалыптасты. Қимақ тайпаларының шығу тегі 7 ғасырдағы Қытай деректерінде кездесетін Яньмо, яғни имек тайпасымен байланысты. Ғалымдар Яньмо атауы кейінгі Қимақ этнонимінің фонетикалық нұсқасы деп есептейді. 8 ғасырдың екінші жартысында қимақтар бірнеше бағытқа қоныс аударды. Бір бөлігі оңтүстік Оралға, екінші бөлігі Сырдария мен оңтүстік Қазақстанға, ал үшінші бөлігі Жетісудың солтүстік батысына қоныс аударды. 766-740 жылдар аралығында өмір сүрген ұйғыр қағанаты қирағаннан кейін шығыс батыста Алтайды, Тарбағатай және Алакөл ойпатын иеленіп, шығыс Түркістан солтүстігіне дейін жетті. 840 жылы ұйғыр қағанаты құлаған соң, оның құрамындағы кейбір тайпалар Қимақ қағанатының құрамына кіріп, біртұтас мемлекеттік одаққа айналды. Осылайша 7 тайпадан тұратын Қимақ қағанаты құрылды. Кейін тайпа саны 12-ге дейін өсті. Саяси құрылымына келетін болсақ, қимақтардың алғашқы билеушісі Япу деп аталды. Кейін мемлекет күшейген тұста жоғарғы билік хақан дәрежесіне дейін өзгертілді. Қаған ордасы Имақия қаласы болды. Қимақ мемлекеті орталықтандырылған қағанат түрінде құрылды, бірақ әрбір тайпа өз көсемінің ықпалында болды. Қоғамдық құрылысына келетін болсақ, әлеуметтік топтар қаған әулеті, әскери ақсүйектер, ру тайпа көсемдері және жай халық болды. Әскер қимақтардың басты күші, атты әскер қағанаттың негізгі тірегі болды. Билік мұрагерлік пен әулет ішінде беріліп отырды. Қимақ қағанатының күйреуіне келетін болсақ, 10 ғасырдың соңына қарай қағанат әлсірей бастады. Бұған екі себеп әсер етті. Біріншісі ішкі себеп, қыпшақтардың көсемдерінің орталық билікке бағынбауы, жеке дербестікке ұмтылуы. Ал екінші себеп орталық Азиядан көшіп келген тайпалардың қысымы, әсіресе 916 жылы солтүстік Қытайда қидандардың Ляо мемлекетінің құрылуы көшпелердің батысқа қарай ығысуына ықпал етті. 11 ғасырдың екінші жартысында қыпшақтар Сырдария мен Арал маңын басып алып күшейді. Олар біртіндеп қимақтардың орнын басты. Осылайша Қимақ қағанаты ыдырап, оның мұрагері ретінде Қыпшақ хандығы тарих сахнасына шықты. Келесі бізде Қыпшақ қағанаты. Қимақ қағанатының әлсіреуінің нәтижесінде 11 ғасырда орталық Қазақстан далаларында Қыпшақ мемлекеті құрылды. Қыпшақтың бастапқыда Қимақ конфедерациясының құрамында болған болатын. 10 ғасырдың соңынан бастап олардың күші артып, 11 ғасырда Қимақ қағанатының орнына Қыпшақ қағанаты құрылды. Қыпшақтар құрған мемлекет араб парсы деректерінде Дешті Қыпшақ деп атаған. Бұл атау Қыпшақ даласы дегенді білдіреді. Қыпшақ хандығының негізгі Қыпшақ хандығының иелігі өте кең болды. Олар солтүстікте Ертіс өзенінен бастап, оңтүстігінде Сырдарияға дейін, Арал маңы, Жент, Сығанақ қалаларының аймағына дейін болды. Ал батысында Еділ мен Днепр арасына дейін жетсе, шығысында Алтай мен Жетісудың солтүстігіне дейін барды. Осылайша қыпшақтар Евразия даласының ең үлкен бөлігін билік етті. Саяси құрылымы. Мемлекеттің басшысы хан, яғни хан тағына әулеттік мұрагерлік жолмен сайланды. Мемлекеттік құрамында ірі тайпалық бірлестіктер болды. Ең ықпалды тайпалар Қыпшақ, қаңлылар, қимақтар және наймандар және тағы да басқалары болды. Билік ханның туыстары мен әскери көсемдерге бөлініп берілді. 11-12 ғасырларда Қыпшақ хандары Сығанақ қаласын орталыққа айналдырды. Бұл қала саяси, экономикалық, мәдени орталық болды.
Қоғамның құрылысына келетін болсақ, жоғары билеуші топ ол хан және хан әулеті мен әскери ақсүйектер болды. Қарапайым халық, малшылар, егіншілер, қолөнершілер болса, құлдар мен тәуелді топтар да болды. Олар көбісінен соғыс тұтқындарынан құралды. Сыртқы саясаты және қарым-қатынасына келетін болсақ, қыпшақтар шығыста қидандармен, наймандармен, керейлермен соғысты. Оңтүстігінде оғыздармен, қарақытайлармен және хорезм мемлекеттерімен соғысып отырды. Батыста орыс князьдіктерімен күрес жүргізді. 11-12 ғасырларда орыс-қыпшақ соғыстары жиі қайталанды. Сонымен қатар олар арасында бейбіт сауда және некелік қатынастар да болған. Қыпшақтардың кейбір бөлігі орыс жеріне қоныстанып, славяндармен араласты. Құлдырауына келетін болса, 13 ғасырдың басында Қыпшақ хандығы әлсірей бастады. Ішкі қақтығыстар көбейді. Қарақытайлар мен хорезм шабуылдары мемлекетті әлсірете түсті. Ақырында 1219-1223 жылдары шығыс хан әскерлері Қыпшақ даласын жаулап алып, хандығын жойды. Келесі бізде Хазар қағанаты. Хазар қағанаты 7-10 ғасырлар аралығында өмір сүрді. 6 ғасырдың екінші жартысында батыс түрік қағанаты әлсіреп, Еділ мен Кавказ маңындағы тайпалар тәуелсіздігін ала бастады. Солардың ішінен 7 ғасырда бөлініп шығып күшейгендердің бірі Хазар тайпасы болатын. 651 жылы араб халифаты Кавказға жорықтар жасаған кезде хазарлар дербес күш ретінде тарих сахнасына енді. 7 ғасырдың ортасында Еділ мен Каспийдің солтүстік батысында Хазар қағанаты құрылды. Жер аумағынан келетін болса, Хазар қағанатының иелігі орасан зор болды. Олар солтүстігінде Еділ бойымен Қара теңіз далаларына дейін барса, оңтүстігінде Кавказдың солтүстігіне дейін, батыста Днепр өзенінен болса, шығыста Каспий арал маңына дейін созылды. Осылайша Хазар қағанаты Қара теңіз мен Каспий теңізінің арасындағы орасан зор жерлерді алып жатты. Саяси құрылымы мемлекет басшысы қаған болды. Ол қасиетті рухани билеуші саналып, нақты билік жүргізбеді. Шын билік бек, яғни әскер басыларында болды. Қағанат құрамына көптеген түркі және Иран тайпалар енді. Хазар қағанаты саяси құрылымы жағынан басқа түрік қағанаттарына ұқсас болды. Бірақ бұнда билік жүйесі екіге бөлінді. Қаған символдық билік иесі, бек нақты билік иесі болды. Сыртқы саясатына келетін болсақ, Хазар қағанаты арабтармен ұзақ уақыт соғысты. 8 ғасырда арабтар Кавказ арқылы солтүстікке өтпек болды, бірақ хазарлар оларды тоқтатты. Византиямен достық қарым-қатынас орнатып, арабтарға қарсы одақ құрды. 9 ғасырда қыпшақтар мен печенегтермен, бұлғарлармен, орыс князьдіктерімен жақсы қатынаста болды. Киев Русьмен қарым-қатынас шиеленісті. Бастапқыда хазарлар орыстардан алым салық алып отырды. Бірақ 10 ғасырдың ортасында орыс князі Святослав хазарларды күйретті. 9-10 ғасырларда ішкі ауыздық күшейді. Қыпшақтар мен печенегтер қысымы артты. 965 жылы Киев князі Святослав хазарлардың орталығы Итильді талқандап мемлекетке ауыр соққы берді. 11 ғасырдың басында Хазар қағанаты біржолата жойылды. Олар бізде наймандар, керейлер мен жалайырлар. Шығу тегі мен атауына келетін болсақ, наймандар 8 ғасырдың ортасында жоғарғы Ертіс пен Орхон аралығында 8 Оғыз деген атпен белгілі болған. Найман сөзі моңғол тілінен аударғанда 8 дегенді білдіреді. Яғни тайпа, бұл атау тайпалар санына байланысты шыққан. Олардың этникалық құрамына байланысты әртүрлі пікір бар. Кейбір деректерге сүйенсек, наймандар моңғол тілді, ал енді кейбір деректерде түркі тілдес деп айтылады. Соңғы деректерге сүйенсек, наймандар түркі тілдес халық болған. Жер аумағына келетін болсақ, жайлаған жерлері Хангайдың батысынан Тарбағатайға дейін, жоғарғы Ертіс пен Орхон аралығы, батысында қаңлылар мен қыпшақтар, солтүстігінде Енисей қырғыздары, ал шығысында керейлер.
оңтүстігінде ұйғырлар және басқа да тайпалар қоныстанған. Ханғылар мен қыпшақтармен тығыз байланыста болып, кейбір ру тайпалар араласып кеткен. Саяси құрылымына келетін болсақ, наймандар бұйрық және беткін атты екі үлкен тайпалық бірлестіктен тұрды. Мемлекеттік басқару жүйесі феодалдық сипатта болды, яғни әр ұлыс белгілі бір жерге ие болып, ханы, ордасы, жазғы және қысқы қонысы болды. Әскери ондық жүйемен ұйымдастырылды. Салық жинау ісін арнайы шерби лауазымдылары жүргізді. Жазба ісі ұйғыр жазуымен жүргізілді. Халықтары ханның мөрі басылды. Жарлықтарға ханның мөрі басылды. Дінге сүйенетін болсақ, 11 ғасырдың басында наймандар несториандық дінді ұстанған болатын. Алайда бұл олардың орталық Азияда мемлекеттермен қарым-қатынасын, яғни бұл олардың Орта Азияда мемлекеттермен мәдени және діни байланысын айғақтайды. Қидандармен қарым-қатынасына келетін болсақ, 10 ғасырдан бастап наймандар қидан мемлекетінің құрамына кірді. Кейін тәуелсіздігін алып, өз билеушілерін сайлады. 12 ғасырдың соңында билеушісі Инаншпилге Буху хан болды. Инанш қайтыс болғаннан кейін мемлекет екіге бөлінді. Шығыста Даян хан, батыста Бұйрық хан билік етті. Күшлік ханның қызметі. Даян ханның ұлы Күшлік хан әскерін жинап, қидандарға барып паналады. Кейін Жетісуға келіп, өзін дербес билеуші ретінде жариялады. 211 жылы қидандар бағындырып, Алмалыққа ордасын тікті. Мұсылмандарға қарсы күрес жүргізді. Бірақ 1218 жылы моңғолдар Бадахшанда Күшлікті қолға түсіріп өлтірді. Осылайша наймандардың дербес мемлекеті жойылды.